Ана, мына жалған жарық дүниеде ең ыстық, ең қастерлі де, ең қасиетті ұғым осы. Анамыз туралы ойларымызда, айтар сөзіміздің де шегі жоқ. Дегенмен қалам алып, ақ қағазға анамыз туралы өткен шақпен жазу қандай қиын десеңізші. Ана мен бала арасын не байланыстыру мүмкін? Әрине, шексіз мейірім мен риясыз махаббат. Біздің де анамыз ұрпағы үшін бойтұмар. Асыл анамыз Серікбаева Төреқыз 1940 жылы Байтоғай бөлімшесінде дүниеге келген. Анамыздың балалық шағы соғыс жылдарымен тұспа-тұс келіп, сол кезеңнің балалары секілді қиын-қыстау замандарда бастан кешірген. Жұмылғанға шодырық дегендей, 3 жаста анасы Панзай әжемізден, 10 жасқа толғанда әкесі Сүйінбай атамыздан айырылды. Жастай жетім қалды. Алайда ата-анасының орнын әкесінің інісі Айбатыр атамызбен өлмес әжеміз алмастырып, Нұртай ағасы мен жеңгесінің қолында тәрбиеленгенін Төреқыз анамыз үнемі айтып, нағашыларымыздың жақсылығын жеткізетін. Әсіресе өлмес әжеміздің 4 қызды қоса қабат тәрбиелеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай тәрбиелеп өсіргенін мақтанатын еді. Қазір олардың бәрі де бір-бірімен бауырмал, өзара қорған, өсіп өнген әулет. Төреқыз анамыз жастайынан промкомбинатта тігінші болып жұмыс жасап, зейнеткерлікке шықты. Саналы ғұмырында әкеміз екеуі 4 ұл мен 2 қызды өсіріп, өндірді, толымды тәрбие берді. Екеуі де қиындықты ерік жігерлеріне жеңдіріп, перзенттері үшін бел сыбана еңбектенуіне тура келді. Ананың табанының астында жұмақ бар деген осы екен-ау. Ес білгелі етегінде еркелеп өскен біздер анамызды ең үлкен қамқоршымыз санап, оны мақтан еттік. Біз үшін анамыз ұлттың анасы, қазақтың анасы сияқты әсер қалдырды. Ел арасында қадірі асқақ, тазалықты жаны сүйетін, парасатты жан еді. 4 ұйқысын 4 бөліп өсірген ұл қыздары аман есен ер жетіп, бүгінде олардан немере өрбіп, үлкен өмірден өз орындарын тапты. Бауырымыз Ержандай ұлды дүниеге әкеліп, ана сүтін берді. Қазақ өнерінің мақтанышына айналған бауырымызды үнемі сағына еске алып, әндерін сүйсіне тыңдап, мақтаныш етіп отырушы еді жарықтық. Дайынан жақсы болып өсті ғой. Ән айтатын болды, дайынан ән айтады. Одан өскесінің онды бітіріп, армияға кетті. Армияда 3 жыл жүріп келіп, кегесін ән шығара бастады ғой сол. Қыз туам деп қуанып жүрдім, 3 балады. 3 баладан кейінен қыз туам деп қуанып, қыздың көйлегін кигізіп сөйтіп жүрдім. Сөйтсем ұл болып шықты айналайын. Ұл болғаннан жақсы болды, мектепте жақсы орын алып. Өмір тақтадан түскен жоқ. Тақтада тұрды. Өзі бір артық бала болды айналайын, Құдай. 50-ге толмай кетіп қалды ғой. Апа тойын істеп берем, екеуміз тойымыз бір болады деп жүреді. Тойға жетпей кетіп қалды бишара. Ол жалғыз баласы бар, жалғыз. Жалғыз бала қалды. Аяулы анамыз Төреқыз Сүйінбайқызы да ән айтқанды ерекше жақсы көрді. Өмірінің соңғы сәттерінде де ән айтқаны, қоңыр дауысы есімізден кетер емес. Амал нешік тағдырдың жазуы болар. Қанша қимасақ та, анамыздан 2026 жылдың ақпан айында алыстап қалдық. Асыл анамыздың бейнесі мәңгілікке есімізде қалады. Мейірімі мен жылы жүзін сағынамыз, әлі де еркелегіміз келеді. Өмір заңы
Амалым жоқ таласым, жадымызда мәңгі қалдың анашым. Асыл анам, нұр шашқандай келбетің, ең асыл жан, бізге өзің ғанасың. Асыл ана, енді сіздің орныңызда ешкімде толтыра алмас. Жатқан жеріңіз жұмақ, топырағыңыз торқа болсын. Bir-iki bildigi, önüge örlegi, özüң мен ғана ей белгілі. Кеудеңе сыйғандай, даланың дархан кеңдігі. Көңілі гүл көктем, мейірімді жан еткен. Түн ұйқын төрт бөліп